Ассалаумалейкум баршаңызға, сіздермен бірге Ахниет. Бүгін сіздермен бисквитный рулет жасайтын боламыз. Менімен бірге жасап көріңіздер. Ең алдымен жұмыртқамыздың ағы мен сарысын ажыратып аламыз. Адасымыз құрғақ болу керек міндетті түрде. Жұмыртқаларымызды бөліп алдық. Енді миксерлейтін боламыз. Жай жылдамдықтан жоғарғы жылдамдыққа көтереміз. Меренга болғанынша араластырамыз, яғни ағарып, қоюланғанынша. Екі-үш минуттай миксерлеп болғаннан соң қантымыздың жарты бөлігін қосып, тағы да қоюланғанынша миксерлейтін боламыз. Дайын болғанын ыдысымызды төңкерген кезде ағып кетпесе, мінекей сол кезде дайын болды деген сөз. Мінекей біздің ақуызымыз қоюланып, меренга болып шықты. Енді сары уызымызға жаңағы қантымыздың жарты бөлігін қосып, оның үстіне сұйық майымызды және де сүтімізді қосып, барлығын жақсылап тұрып араластырамыз біркелкі массаға келгенінше. Мінекей бізде осындай масса шықты. Ендігі кезекте електен өткізілген ұнымыздың үстіне қосытқышымызды салып, екеуін жақсылап тұрып араластырып аламыз. Ұнымыз міндетті түрде електен өткізілген ұн болу керек. Жаңағы дайын болған сұйық массамыздың үстіне ұнымызды қосамыз. Екеуін жақсылап тұрып араластырамыз біркелкі массаға келгенінше. Түйіршік болып қалып кетпеу керек арасында. Сол үшін де мен осылай ұнымызды кішкене араластырып алып, винчикпен одан соң миксердің көмегіне жүгіндім. Одан соң дайын болған массамыздың үстіне мак қостым. Өз қалауларыңыз бойынша қоспасаңыздар да болады, міндетті емес. Енді магымызды араластырамыз, оны да біркелкі масса болғанынша. Мінекей біздің массамыз осындай болып шықты. Енді жаңағы дайындап алған меренгамыздың үстіне осы массамызды қосамыз, екеуін араластырамыз. Араластырған өзінде де астыдан үстіге қарап араластырамыз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай ұзақ уақыт араластырып тұруға болмайды. Мінекей біздің массамыз дайын болды. Енді листімізге пергамент қағазымызды төсеп, оның үстіне құятын боламыз бисквитімізді. Және де қызып тұрған пеште 150-180 градус аралығында пісіріп аламыз. Қатты қызартпай осылай пісіріп аламыз. Рулетімізді сүлгіміздің үстіне орналастырып, пергамент қағазынан ажыратып аламыз. Сүлгімізді рулетіміздің үстіне орналастырып, видеода көріп тұрғандарыңыздай орайтын боламыз. Қатты қыспаңыздар, себебі сынып кетуі мүмкін, және де міндетті түрде ыстық күйінде орайтын боламыз. Енді рулетіміздің суығанын күтеміз. Оған дейін рулетіміздің кремін дайындайтын боламыз. Творожный сырымыздың үстіне қантымызды қосып, жай жылдамдықта миксерлейміз. Одан соң жылдамдығын арттыратын боламыз. Қантымыз ерігенше араластырамыз.
Мінекей біздің креміміз дайын болды. Креміміздің дайын болғанын осы лопатканың көмегімен білеміз. Осылай түзулеген кезде бізде түйіршік болып қалмау керек, сонда дайын болды деген сөз. Кондитерский мешогымызға саламыз енді кремімізді. Креміміздің жарты бөлігін ғана саламыз. Жарты бөлігін келесі кондитерский мешогымызға салып аламыз. Мінекей екеуін де салып алдық. Келесі рулетімізді аламыз. Міндетті түрде рулетіміз толықтай су қажет. Себебі қазір ортасындағы кремі еріп кетпеу үшін толықтай су қажет. Оның үстіне жаңағы дайындап алған кремімізді теп-тегіс етіп жағып шығамыз. Біркелкі қылып барлық жағына жеткізіп. Креміміз қатты қалың болып кетпеу керек. Себебі қазір рулетімізді ораған кезде кремі көп болып кетпеу үшін осылай орташа етіп жағып шығамыз. Мінекей осылай жағып шықтық. Мен ортасына малинаның вареньясын қолдандым. Сіздер өз қалауларыңыз бойынша қолдансаңыздар да болады, қолданбасаңыздар да болады. Егер де қолданатын болсаңыздар, өте ерекше дәм береді. Сіздер ортасына басқа да вареньяны қоссаңыздар да болады, және де джемді пайдалансаңыздар да болады. Енді рулетімізді ораймыз, осылай кішкене қайтарып аламыз, одан соң дөңгелектетіп орап алатын боламыз. Қаттырақ қыса береміз. Рулетіміздің үстіне шоколадный глазур пайдаланып жатырмын. Алдын ала дайындап алдым. Рулетімізді 15-20 минутқа мұздатқышқа жібереміз. Сонда бетіндегі шоколадный глазуры қатып, ортасындағы кремі сіңіп шығады. Видеода көріп тұрғандарыңыздай біздің рулетіміз өте жұмсақ болып шықты. Қыздар, жасап көріңіздер, өте нәзік және де дәмі де күшті болып шығады. Сіздерге ұнайтынына сенімдімін және де тез жасалынады. Менің каналыма тіркеліп, қоңырау жанына басып қойсаңыздар, мендегі шыққан видеоларды алғаш болып көретін боласыздар. Және де менің видеомды соңына дейін қарасаңыздар, лайк, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.